Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет, қамырына какао қосылған творожный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Егер видеомды соңына дейін көрсеңіздер, қалай жасалатынын оп-оңай тез үйреніп аласыздар. Аяғына дейін көруге кеңес беремін. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал енді кеттік. Алдыменен пирогты дайындау үшін қамырын дайындап аламыз. Қамырын дайындау үшін бізге жұмыртқа, ұн, құмшекер, тұз, сары май және какао, сонымен қатар қопсытқыш қажет болады. Қанша мөлшерде салатынымызды бәрін жазып қалдырып қойдым. Сол жерден көрсеңіздер ұмытпайсыздар. Мінекей, мен сары майымды үккішпенен өткізіп, осылай барлығын ұнменен араластырып майдалап аламыз. Барлығын ұнға жақсылап осылай араластырып қоямын. Одан кейін жаңа дайындап қойған жұмыртқа мен қантымызды үстінен құямыз, ұнымыздың үстінен. Сосын жақсылап осылай ұнымыздың басын біріктіріп, илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып осындай болып шығады. Мінекей, қамырымды илеп болып қалдым. Енді осы қамырымды екі бөлікке бөлемін. Біреуін кішкене үлкендеу, екіншісін кішірек қылып екі бөлікке бөлемін де, кішірек бөлімін морозилкаға салып қоямыз, тоңазытқышқа салып қоямыз. Қатыруымыз қажет. Енді мынау қалған үлкен бөлігіне какаоны қосып, осылай какаомызды біртіндеп жайлап қосып отырып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз шоколадный түске боялып, өте әдемі болып көрінеді. Қамырды илеп жатқандағы иісін көрсеңіздер, бұрқырап какаоның иісі шығып, өте күшті болады. Мінекей, қараңыздар, қандай жұмсақ үлпілдек. Бұны да тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене тұрғаны дұрыс. Енді осы пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін бізге бір жұмыртқа, 450 граммдай сүзбе, жарты стакандай қаймақ қажет болады, және бір стакан құмшекерімізді қосамыз. Осылардың барлығын тағы да жақсылап осылай веникпенен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық толтырып, 2 ас қасықпен кукурузный крахмалымды саламын. Бәрін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді табамызды дайындаймыз. Табамызға сары майды жағып, осылай дайындап қоямын. Мінекей, жаңағы қамырымызды алып, енді осы табамызға осылай саусақтың көмегіменен жаймалап шығамыз. Мінекей, бортиктерінде жақсылап шығарып қоямыз. Барлық жерінде қамыр бір тегіс болып шығу керек. Табаның табанында да, бортиктерінде де бәрінің қалыңдығы бірдей болғаны дұрыс. Одан кейін вилкаменен кішкене шанышқылап қоямыз. Жаңағы қатырып қойған кішкене бөлігімізді алып, үккіштен өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп аламыз осылайша. Табамызға құймас бұрын кішкене қозғап аламыз. Салмасын кішкене қозғап алған дұрыс. Енді табамызға құямыз. Оның үстіне үккіштен өткізіп алған жаңа қамырымызды осылай себелеп шығамыз. Кішкене көрінісі әдемі болсын деп, қалған қамырларды осылай жіңішке етіп, үстіне осылай қойып шықтым. Қамырымыз қалып қалмасын, әрі кішкене әдемі көрініс береді деп. 180 градуста 40-45 минутта осылай пирогымызды пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Өте керемет болып пісті.
қып-қызыл сап-сары болып. Қараңыздар, қандай әдемі. Енді сыртындағы формасын шешіп аламыз. Пышақтың көмегіменен кішкене жан-жағын осылай қозғап аламыз да сыртындағы формасын аламыз. Мінекей формасы алынды. Қараңыздар, қандай керемет. Какао қосылған сыртындағы қамырын қараңыздаршы, түсі шоколадный болып, өте керемет болып шықты. Кішкене суытып алғаннан кейін пирогымды кесіп жатырмын. Енді осы керемет болып піскен пирогымызбенен шайымызды ішеміз. Қараңыздаршы, арасын өте керемет болып піскен. Мінекей қараңыздар. Бұның жасалу жолы өте оңай. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын, өте дәмді. Балаларым бір шайдың өзінде пирогымызды жеп таусып қойды. Тағы да осылай жасаңызшы деп сұрап жатыр. Өте керемет болып шығады. Менің видеомды аяғына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. Келесі видеомда кездескенше сау болып тұрыңыздар.